Достар, міне біздің сүйікті салық органдарының соңғы әрі нақты жауабы белгілі болды. Нәтиже шықты. Енді қаңтардан бері қақсап келе жатырмыз. Әзілің жарасса атаңмен ойна, бірақ налогымен ойнама деп, қазақшылыққа салып бұра бергенбіз ғой, білмей қалады, Құдай сақтасын деп. Извиняюсь за выражение, іштен шыққанына дейін бәленің түбін біліп отыр. 115 мың адам күдікке ілінген. Бардак ана жерде. ИП-да жоқ, тіркелмеген, самозанятый вообще білмейді. Не резидент 8 мыңға жуық адам жүр екен. Ай сайын 2-3 миллионда ұра берген. 1 миллион 20 мыңнан аспау керек общий 3 айда. Ол ай сайын 2-3 миллионнан ұрған. 100 переводтан аспау керек ай сайын. Ол жерде 400-500 переводқа дейін кетіп қалған. Әне, көрдіңіз ба? Алдын ала қамдану керек. Енді осынша адамға уведомление жіберіп бастаған, енді барлығына беріледі, ешкім уведомлениесі қап кетпейді, сюрприз ретінде бәріне береді екен, және түсініктеме талап етеді. Егер түсіндіре алсақ, онда жақсы, түсіндіре алмасақ, онда 40 күн уақыт бар, 41-ші күні бұғаттап, шоттарымыздың бәрін аресттеп тастайды, штраф. Толықтай ақпаратты Telegram арнамыздан аласыз.